Мен кітапты судыратып оқымаймын, шындайға санаған жоқ. Мен бір кітапты оқып келіп, екінші кітапқа ауысып кетемін да. Кітапты оқыған кезде мен бүйтіп оқимын. Қараңыздар. Кітапты бүйтіп оқимын. Мына жерде көріне ме? Бүйтіп оқимын. Сызып. Енді кім Сұлтақан ағамыз ренжімесін, аға кітапты неге сызып тастадыңыз деп те. Мен бүйтіп оқимын. Содан кейін мынаны оқып кеткеннен кейін қайталап, біраздан кейін қайтадан оқимын. Қайталап келіп оқимын. Кітапты бұл мен оқитындарым көркем шығарма емес қой. Көркем шығарма болса сырылдатып оқи беруге болады. Негізгі мен сіздерге былай айтып кетейін қазір бірден. Кітапты қалай оқу керек? Миға салмақ салатын кітаптарды оқу керек. Миға салмақ салатын видеоларды көру керек. Содан кейін соны ары кеткенде бір 30-40 минут оққаннан кейін, 1 сағат оққаннан кейін, әрине күрделі деген жерді келген кезде тоқтатып қойып, сіз далаға шығып жай ғана қыдырғаныңыз дұрыс. Мен сөйтіп айтамын. Қыдыруға мүмкіндік болмаса, жай ғана отырыңыз. Жаңа не айтты? Содан кейін соны біреуге түсіндіріп беріп отырған адам сияқты. Бір 5 жастағы адамға жаңағы естіген нәрсеңізді түсіндіріп отырмын деп елестетіңіз көз алдыңызға. Егер мүмкіндік болса біреуге түсіндіріп беріңіз. Сол кезде сіздің ол жадыңызға жазылады. Адамның миы 3 режимде жұмыс істейді. Көру, то есть есту, оқу. Қазір сіздердің миларыңыз естіп, оқып отырған режимде жұмыс істеп отыр. Естіген нәрсені ұғасыз да. Бар ана тоңазытқыштан май әкеліп қой, шайды қойып жібер, киіміңді ки деген сияқты. Естідіңіз, не істеу керек екенін оны ұғып отырсыз. Сол сияқты сіз қазір ақпарат қабылдап отырсыз да. Екіншісі көру, жүру режимінде. Баспалдақпен жүру, машинаның астынан түсіп кетпеу, машина айдап келе жатқанда көріп жүру, көріп отырсыз, сізге сигнал барып жатыр. Ал үшіншісі ең маңызды мидың бөлшегі, ми қашан ойланады, қашан естіген, көрген нәрсені ойлы қорыту. О кезде сіз бағана не естідім, не оқыттым, бір күрделі ақпарат естіген кезде соны ойланасыз. Сондықтан балаларыңызға телефон ұстатпауға тырысыңыздар. Қазір біздер Instagram, YouTube, WhatsApp деген пәле біздің миымызды ойлануға мүмкіндік бермейді, ой қорытуға. Бұл жерде мен мынандай параллель келтіремін. Сиыр, қой, малдары, түйе малдары күйсейді. Сөйткенде ол не істеп отыр? Ол ас қорытып отыр. Әшейін шайнаңда отырған жоқ. Деп жатады ғой 3 сағат, 4 сағат. Ол ас қорытып отыр. Дәл сол сияқты сіз ой қорытуыңыз керек. Сіз қашан ой қорытасыз? Ештеңе ойламай, бағана естіген күрделі нәрсеңізді не естідім, ол не айтпақ болды деп ойланған кезде оған кемінде жарты сағат уақыт керек. Сондықтан қазір сіздер естігеннен кейін бұл видеоны сақтап қойып, қай жері түсініксіз болды жазып қойыңыз. Мына жерде мына түсінбей қалды, мына жерде түсінбей қалдым деп жазып қойыңыз да, соны қайтадан көріп, 2 рет 3 рет көріп, содан кейін жүріп келе жатқан кезде болмаса отырып не айтпақшы болды, болмаса біреуге түсіндіруге тырысыңыз, жақсы ма? Кітапты солай оқу керек. Мен кітапты сөйтіп оқимын. Қайырлы күн қандастар. Кәсіпті бастап және оны дамытудың жолдарын көрсететін топ 10 кітапты тегін жүктеп алу үшін төмендегі сілтемені басыңыз.